Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге Мақсат, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін 7 қазан 2021 жыл Елорда жастар бағдарламасына белгілі өзгертулер енгізілді. Соны дәл қазір сіздермен талқылайтын боламыз. Жалпы толыққанды Елорда жастар бағдарламасын түсінгілеріңіз келсе, алдыңғы менің бірінші және екінші бейнеролигімді көріп барып, осы бейнероликке өтіңіздер. Жарайды ма? Тағы да айта кетер жайт. Жалпы менің YouTube каналыма кіріп бейнероликтерді көріп шығып кететін адамдар бар. Достар, үлкен өтініш. Шамал астыға түсірсеңіздер, қызыл кнопка бар, подписаться деген. Неге соны басып қоймасқа? Үлкен өтініш, ол маған қосымша мотивация болады және дер кезінде осыны актуалды ақпараттарды түсіруге күшті бір әсер күшін беріп тұрады. Әрмен қарай кеттік. Елорда жастары өзгерістер. Елорда жастар бағдарламасы 14 және 21 қазан аралығында өтетін болады. Электронды онлайн өздеріңіз өтінім бересіздер қатысу.жилфонд.kz сайты арқылы. Енді алдында несие сомасы 13 миллион болған болса, яғни ең бірінші 13 миллион болады дегенде жасыратын ештеңе жоқ. Көптеген жастар жазып отыр. 13 миллионға қандай пәтер аламыз тағы да басқа деп осыны ескере отыра, дәл қазіргі таңда несие сомасы 18 миллионға ұлғайтылды. Бұл тек қана несие сомасы, баспананың құны емес. Баспананың құны бұдан қымбатырақ бола алады. Бұл жөнінде мен алдыңғы бейнероликтерде айта кеткен болатынмын. Табыс енді осы жерінде керемет болды, достар. Өте керемет. Табыс деңгейі жан басына шаққан кезде 6 күнкөріс деңгейіне өсірілді. Қандай керемет, достар. Яғни, мысалға сіздерге түсіндіріп отырамын. Бір күнкөріс деңгейі ол жыл сайын өзгеріп отырады. 2021 жылы бір күнкөріс деңгейі 34.302 теңге. Енді 34.302 теңгені 6-ға көбейтетін болсақ, 205.812 теңге жан басына шаққан кезде осы табыстан аспау керек. Мысалға, сіздің отбасыңызда 4 адамсыз деліге, 1, 2, 3, 4. Яғни 4 адамның отбасының жиынтық табысы 823.248 теңгеден аспауы тиіс. Керемет емес па, яғни басында біз бағдарламаны жаңадан шығарған кезде көпшілік айтты. Бізде табыс асып кетеді ғой. Неге олай жасайсыздар? Нұр-Сұлтан қаласында табыс жоғары ғой деп. Міне достар, 6 күнкөріс деңгейі, яғни отбасы 4 адамнан тұратын болса, табысы 823.248 аспауы тиіс. Яғни оған жетпейтін болса, бәрібір ең бастысы төлем қабілеттілігін растап өтсеңіздер болған. Ойлап қалмаңыздар, ойбай, табыс 205.812 болмаса өтпейді екенбіз. Жоқ, достар. Төлем қабілеттілігін растауға жетсе болды. Ең бастысы жан басына шаққан кезде табыс 205.812-ден асып кетпесе болғаны. Бір адамсыз ба, 205.812-ден аспасын. 2 адамсыз ба, осыны 2 адамға көбейтіңіздер. 3 адамсыз ба, 3 адамға көбейтіңіздер. Сол қосынды жиынтық сомадан асып кетпесе болғаны ортақ табыс. Енді бағана қосымша салатын құжаттардың арасында выписка с депозитного счета отбасы банка деген құжат бар. Ол үшін банкқа қазір келудің қажеті жоқ. Келіп, күтіп, өзіңіздің уақытыңызды кетіріп. Достар, Play Market, App Storeға кіресіздерді отбасы банкының арнайы өзінің қосымшасын, приложениясын жазып аласыздар. Сол жақта операция дегенді басып, өзіңіздің депозитіңізді таңдап, выписканы онлайн жазып алсаңыздар болады. Ол жөнінде қосымша мен бейне нұсқаулық салатын боламын. Әрмен қарай өте керемет қуанышлы жаңалық, қосымша 2 сала қосылды. Ол полиция департаменті және ДЧС, департамент чрезвычайных ситуаций, яғни өрт сөндіру саласында жұмыс жасайтын мамандар. 6-шы категория, бұл жерде категория сала емес. Яғни 6-шы деп айтып отқан, мына жерде 6-шы жазылып тұрған. Яғни жетім бала санаты. Жетім бала санаты бойынша алдыңғы бейнероликтерден бір-екі сұрақ туындады, соны айта кетсем. Бұл жерде бұл кісі міндетті түрде белгіленген салаларда жұмыс істеуі қажет емес. Бұл кісі кез келген жерде жұмыс жасауға болады. Ең бастысы соңғы 6 ай бойынша ресми өзінің табысы болса болғаны. Бұл жерде тек қана категория бойынша әкімдікте осы жетім бала санаты бойынша үй кезегінде тұрса болғаны болды. Жетім бала санаты тұрған үшін бұл кісіге 5 балл беріледі. Қосымша өзі қандай жерде жұмыс жасасын. Ең басты ресми табысы бар ма? Әр толық жылына 5 балл беріліп отырады. 3 жыл толық емес жыл болса 3 балл беріліп отырады. Ол жөнде де бағана балды қалай санау керек, тағы да басқа алдыңғы бейнероликтерде мен айта кеткен болатым. Өтініш берілген күн уақыт маңызды емес. Яғни көпшілік айтып отады. Өтінішті басталасап берген дұрыс па, 14-сі күні беру керек па, тағы да басқа деген. Достар, жоқ. 14 мен 21 аралығында берсеңіздер болғаны. Ең бастысы кімнің балы жоғары, сол кісіде өту мүмкіншілігі көбірек болады. Енді мына сәтке назар аударыңыздар. Үлкен өтініш. Тынышталамыз, жақсылап, ішке демімізді тартамыз да шығарамыз. Шығардыңыз ба? Керемет. Мына жерде оқыңыздар. Доработка деген болмайды. Түсініп отырсыз ба? Яғни, достар,
бұл жерде ошибка жіберіп қойға болмайды. Ошибка деген мүлде болмайды. Ешкім сіздің заявкаңызды артқа қарай итермейді. Яғни 14-тен 21 аралығында сізде қателік болды ма? Болды. Сіз өткен жоқсыз. Түсініп отырсыз ба? Яғни қандай қазіргі сәттен құжаттардың бәрін зерттей бастаңыздар. Ертең қандай да бір құжаттан дұрыс емес ошибка кетіп, елорда жастарына қатыса алмай қалып жүрмеңіздер. Иә? Көріп отырсыздар ғой. Сол үшін мұқият болайық. Яғни мынандай жағдай болмайды. Сіз ана құжатты салмапсыз, қайта салыңыз деп сіздің заявкаңызды артқа қарай итеріп жібермейді. Онлайн жоқ. Қандай құжаттар салдыңыз, қайсысы кетті, болды. Сонымен өтінім қабылданады. Ең соңында 21-нен кейін, яғни бір ай қаралады деді, соның арасына шығады. Сіз дұрыс емес құжаттарды салдыңыз, ананы салған жоқсыз, мынаны салған жоқсыз. Болды. Елорда жастарына одан қатыса алмай қаласыз. Қандай риск? Сондықтан бүгін 7 қазан 2021 жыл. Мақсат мырза, сіздердің міне осы жағдайларыңызды ойлап, осындай бейнеролик түсіріп, 7 күн бұрын айтып қойып отыр. Естіп отырсыз ба? 7 күн бұрын. Басқа біреуге айтып отқан жоқ, именно сізге айтып отырмын. Сіз, сізді айтып отырмын. Именно сіз. 7 күн бұрын Мақсат мырза сізге айтып отыр. Басқа біреуге емес, сізге. Дайындалсын деп айтып отыр. Мына қолмен көрсетті деп жаман ойлап қалмаңыздар. Мына бейнеролик болғаннан жарайды, былай-ақ көрсетейін. Жарайды ма? Көңіліңізге тиіп қалып, тағы астына бір нәрсе жазып жүрмеңіздер, ойбай, мәке, саусақпен көрсетпесеңіз, тағы да басқасы дегендей. Ренжіп жүрмеңіздер деген ғой. Білмейсің ғой, қазір айтып. Біреуге бір нәрсе айтсаң, ренжіп қалатын заман болды. Сондықтан ренжімейміз, достар. Доработка деген болмайды, есте болсын. Мақсат мырза сіздерге осы бейнеролик түсіріп беріп, осыны алдына жеткізіп отыр. Сол үшін менің каналыма шамал төбе көтереміз де подписаться басып қоямыз. Кеттік. Мекемелердің тізімі бұйыртса осы жақын арада қатысу.жилфонд.kz сайтында болады. Списки организация деген қазір тұр, бірақ бассаң өтпейді ары қарай. Одан мынандай сұрақ туындады бізде. Бір кісі дәрігер болып 7 жыл жұмыс жасаған. Бір кісі дәрігер болып 7 жыл жұмыс жасаған. Одан кейін бір мекемеде, бір сала бойынша. Одан кейін екінші дәл осы саланы ауыстырмай, екінші мекемеге ауысады. Екінші мекемеде 5 ай жұмыс жасап отыр. Енді сіз ойлап қалуы мүмкін. Соңғы жұмыс орнында 1 жыл андай да мындай дегендей. Дәл осы жерде бір саланың ішінде ауыса берсе болады деген хабар келді бізге. Бірақ міндетті түрде бұл мәселе бойынша Республика 32 мекен-жайы бойынша орналасқан Жилфондтан бір рет консультация аласаңыздар. Жалпы сол жердің мекемен 1-2 маман бізге айтып қалды. Бірақ егер өздеріңізде кішігірім болсын, күмән болып тұрса, осы мәселе бойынша қосымша сұрай салыңыздар, жарайды ма? Бірақ бізге берілген ақпарат сондай. Бір жерлерде жұмыс жасады, саланы ауыстырмай, сол салада екінші жерге ауысты. Ар жақтан, мына жақтан, екі жақтан жұмыс жасады деген. Ар жақтан справка алып келеді, с места работы, справка азарын платит, мына жақтан да сондай құжаттарды алатын болады. Менің ойымша, мейлінше, енді бағана айттым ғой, доработка деген болмайды деп. Құжат беру барысында шамал күмәндарыңыз болып тұрса, Жилфондқа барып, жақсылап бір кеңес алған дұрыс болатын сақтай. Яғни кеңесіне де құжаттар жағынан сұрап алған дұрыс болатын сақтай. Сол қымбатты достар, елорда жастар бағдарламасы бойынша болатын негізгі өзгерістерді сіздерге айта кеттім. Қай күні басталады, қай сайт арқылы өтінім береміз. Сайт қазірдің өзінде жұмыс жасап тұр. Кіріп көрсеңіздер болады. Несие сомасы өзгергенін айта кеттім, табыс өзіңіз бойынша айта кеттім. Выписканы қалай алуға болатын, полиция, ДЧС, жетім бала бойынша айта кеттім. Кез келген жерде жұмыс жасай бересіз. Қосымша сол мекемеде толық жұмыс өтілі үшін 5 балл аласыз, толық емес өтілі үшін 1 жыл үшін, толық емес 1 жыл үшін 3 балл аласыз. Сол керемет. Өтінім берілген күн уақыт маңызды емес, доработка осы ең маңыздысы болып тұр. Мекемелердің тізімі бойынша айта кеттім. Бір салада яғни жұмыс жасаса, тағы да басқа онда айта кеттім, достар. Сол қымбатты достар, сіздермен бірге болған Мақсат мырза, сүйіктілеріңіз Мақсат мырза, яғни білім саласында сүйіп тыңдайтын, тағы да басқаша ойлап қалып жүрмеңіздерші. Сүйікті мамандарыңыз деп айтайыншы. Мақсат мырза, үлкен өтініш, мен YouTube каналыма подписаться басып, лайк басып, поделицаны басып, группаларға таратып жерсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Осы бейнероликті көріп отырған жастарға, жастар сіздер жалындап тұрсыздар. Мен сіздерге ризамын. Өтіңіздер, талпыныңыздар, өз мүмкіндіктеріңізді жібермеңіздер. Алға елорданың жастары, алға барлықтарыңызға сәттілік, әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.